алаштың ірі елі, кіші жүздің ең көп таралған руы. Адайдың үлкен немересі Қосай Маңғыстау қазақтарына кеңінен таныс. Бұл ролик халық батыры Ұлы Толғай ер Қосайға арналады. Ер Қосай 1507-1594 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол дүниеге келгенде аспанда Қосай көрінген. Сол себепті сәбиге Қосай есімі беріледі. Ер Қосай кіші жүз қазақтарының 15 ғасырдағы көсемі болған. Хақназар ханның оң жағынан орын алған кеңесшісі әрі бас сардары болғандығы тарих бетінде том-том боп басылған. Қазақ хандығын нығайтуға үлес қосқан ірі тарихи тұлғалардың бірі Ер Қосай әділдігімен, шешендігімен, көріпкелдігімен мәлім. Құдайекұлы Ер Қосай туралы Ноғай, Қазақ, Қарақалпақ елдерінде сан түрлі аңыздар сақталған. Ноғай халқында ежелден сақталған Қосай жыры бар. Түркі халықтарының ішінде Ер Қосайды қайтпайтын қайсар мінезімен, қасарса қан қылатын қағидасы үшін сұр қасқырға теңейді. Ер Қосай бабамыздың ауыл бала шағасы жорықтардың бірінде суға кеткендігі айтылады. Алланың құдіретімен бір мезетте мұз жарылып, әйел бала шағасы өзен үстінен жағаға жете алмай, түгелдей қырылып қалған. Жерді құртқан жезаяқ, жер менікі деп қонжиды. Ел жұртынан айырылған Ер Қосай Құдайекұлы көп қайғырған екен. Тіпті кей деректе екі көзінің көрмей қалғандығы айтылады. Қайғыдан қан жұтқан ерді бұл азаптан досы құтқарса керек. Мұндай батырдан ұрпақ алып қалуымыз керек. Бұл Қосайдың ұрпақтары келешекте құр болмайды, деп бұрын тұрмыс құрмаған өзінің бой жеткен қызын берген. Осылайша 60-тан асқан шағында қайта шаңырақ көтерген Ер Қосай мен түрікмен ұлтының қызы оғлы Меңлі анамыздан 6 бала дүниеге келді. Олар бүгінде жапырағын жайған Байбол, Тіней, Әйтей, Бегей, Бәли, Сүйіндік. Әрқайсысы бір рулы ел. Оғлы Меңлі анамызды Ер Қосайға берерде досы бір шарт қойған көрінеді. Бұдан өнген ұрпақтар түгелдей түрікмен адай деп аталсын деген екен. Сондықтан да Ер Қосай мен оғлы Меңліден тараған 6 бала Байбол, Тіней, Әйтей, Бегей, Бәли, Сүйіндік тарихта түрікмен адай деп аталған. Бүгінде Ер Қосай Құдайекұлы мен оғлы Меңлі ана Қарақалпақстан Республикасының астанасы Нөкіс қаласына жақын Бестөбе жерін мәңгілік мекен еткен.